Ассалаумағалейкум бауырлар. Біз өткен видеода ойын ойнаған едік. Жалғастырып, келесі видеода міндетті түрде шығарамын дегенмін. Бүгін уәдемді орындаймын. Видеоның соңына дейін көріңдер, тағы ойын қалдырамын. Мен үйде жалғыз едім. Сағат түнгі 12 болып қалған. Кенеттен біреу есікті қақты. Мен есікке қарай жақындадым. Мен бұл кім деп сұрадым. Ешкім жауап бермеді. Мен глазоктан қарасам, бір мақұлық тұр екен. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Ол қайта-қайта есікті тырналай берді. Мен есікті құлттап, өз бөлмеме қарай әрең жүріп есікті құлттап алдым. Ол есікті ашып, менің бөлмеме қарай жақындады. Мен қорқыныштан есімнен танып қалдым. Міне достар, шамамен осындай. Енді біз бүгінгі мақсатымызға өзіміздің видеоға оралайық. Ал ендеше қабыл алыңыздар. Еліміздің қай өңіріне барсаңыз да көпті көрген қариялар сізге сондағы тау, төбе, көл немесе үңгір жайлы түрлі әңгіме айтып бере алады. Оның бірі шындыққа жанасса, екіншілері адам сенгісіз. Десе де ақиқатын анықтау қиын. Сондай-ақ жерімізді тек әңгімемен шектелмей, сыртқы бейнесі көрген жанды ойландыратын ғажайыптар да баршылық. Олардың сыры адам санасы жетпейтін бір құдіретті болуы мүмкін. Бүгін мен сіздерге аңыз бен қазақ даласындағы тылсымға толы мекендер жайлы әңгімелеп бермекпін. Ендеше назар салыңыздар. Барса келмес аралы. Барса келмес аралының атауының өзі адам бойына үрей ұялататын бұл арал бүгінде теңіздің тартылуына байланысты құрлықпен бірігіп кеткен. Барса келмес туралы аңыздар 20 ғасырдың орта тұсында көптеп айтыла бастады. КСРО газеттері бірінің артынан бірі ондаған жыл бойы аралдағы тылсым дүниелер жайлы түрлі мақала жариялады. Бұл үрдіс әлі жалғасын табуда. Сол әңгімелердің бірінде қатты дауыл соққанда барса келмеске келіп тоқтаған балықшылар кемесі жайлы сөз қозғалады. Күн райы ашылғанша екі балықшы өзгелерден бөлініп аралды аралап қайтуды ұйғарыпты. Алайда ұзақ уақыт өтсе де олар кемеге қайтып келмепті. Жолдастарын іздеуге шыққан өзге балықшылар біраз жүргеннен кейін арал ортасында шеңбер пішініндегі қалың тұманға кезігіпті. Олар серіктері сол тұман арасына кіріп, жоғалды деп ұйғарып, артқа қайтуға мәжбүр болған дейді. Екінші бір әңгімеде Әбдіразақ есімді қария жайлы айтылады. Ол барса келместің ортасына тігілген киіз үйде тұрған деседі жұрт. Қария аралға аспаннан түскен жұмбақ зат арқылы ғарышпен байланысып, болашақ жайлы болжамдар алып отырған екен. Сондай болжамдардың бірінде ол адам баласы жақын арада аспанды бағындырады депті. Араға жыл салмай Юрий Гагарин Байқоңырдан ғарышқа ұшқан көрінеді. Әбдіразақтың жұмбақ затын зерттеуге талай ғалымдар талпынған екен. Алайда оның ешқайсысы оң нәтиже бермеген. Құпия сол күйі ашылмаған. Барса келместегі өзге ғаламшарлықтар, қанатты алып кесіртке, уақыт машинасы мен жасырын лабораторияға қатысты аңыздар бүгін де айтылады. Бірақ жазушы фантаст Сергей Аукьяненконың сөзіне сенсек, бұл әңгіменің бәрі кезінде газеттердің сатылымын көбейту үшін ойдан шығарылған екен. Алдымен қағазға жазылған әңгімелер ауыздан ауызға тарап, уақыт өте шындық сияқты болып кеткен дейді ол. Айғайқұм. Айғайқұм алтын емелдің атауын Шыңғысханның өзі қойған деседі ел. Бұл ғажап мекенде бүгінде еліміздегі ең үлкен қорықтардың бірі орналасқан. Аң мен құсқа бай алтын емелде таңғажайып төбе бар. Жай төбе емес, құм төбе, Айғайқұм. Үлкен қалқан мен кіші қалқан тауларының ортасында орналасқан, оның биіктігі 150 метр, ұзындығы 3 шақырымға жетеді. Атауы айтып тұрғандай, бұл төбе ара-тұра ерекше дыбыс шығарып тұрады. Ол дыбыс бірнеше шақырым қашықтыққа дейін естіледі және жердің дірілдеуіне әсер етеді. Біреулердің айтуынша, мұнда көмілген жері әлі табылмаған Шыңғысхан жатқан көрінеді.
Енді біреулер Құдайдан қорыққан шайтан құм астына тығылып, ара-тұра қайта сыртқа шығуға талпынғанда осындай дыбыс шығады деп сенеді. Дыбыс бөлек, кең далада мұндай құмды төбенің ерекшеленіп тұруы да көп сұрақ тудырады. Алайда оның жауабы дайын. Қалқан тауларынан соғатын желдің бағыты үнемі өзгеріп отыратындықтан, құм түйіршіктері електеніп, нәтижесінде үлкен жотаға айналады. Ал дыбысқа келер болсақ, ол құм жел әсерінен қозғалысқа келгенде пайда болады екен. Егер жел күшейсе, ол ұшақтың гүрілі сияқты дауысқа ұласады. Бұл табиғат құбылысы көбіне түнде шығыстан салқын жел соққандай естіледі. Дыбыс адам төбе басынан құмға отырып төмен қарай сырғанда да шығатын көрінеді. Тарыш мекені. Тарыш мекені бүгінге дейін бағасы алынбай жүрген аймақтардың бірі. Шар алқабы атанып кеткен бұл жер киелі Маңғыстауда орналасқан. Тарыштың ғажаптығы домалақ тастарында. Адам бойындай алып тастар бір-екеумен шектелмейді. Тұтас бір алқапта алып жатыр. Олардың кейіптері әртүрлі. Бірі жат планеталықтардың кемесіне ұқсаса, бірі жұмыртқаға, үшіншісі саңырауқұлаққа келеді. Барлығы да қолмен қашалғандай. Аңыз бойынша баяғы бір заманда Маңғыстау жеріне саннан адам жаңылысатын жау әскері келіпті. Жергілікті жұрт оларға қарсы тұра алмайтынын біліп, жаратушыға дұшпан әскерін тасқа айналдыруын сұрап жалбарынған екен. Сол сәтте күн күркіреп, найзағай ойнап, арам ниетпен келген қалың қол түгелдей тас болып қатып қалған деседі. Бұдан бөлек аталған аймақта аңыз да, сан түрлі ғажайыптар да көптеп кездеседі. Шар алқабын көрсеңіз, айтылғанның бәріне сене түсесіз. Алайда бұл шарлардың пайда болуының ғылыми түсіндірмесі де жоқ емес. Осыдан мыңдаған жыл бұрын Каспий мен Аралдың ортасындағы кең алқапта теңіз болған көрінеді. Домалақ тастар сол шақтан қалған шөгінділер болса керек. Ғалымдар оларды конкреция деп атайды. Торғай даласы. Көне өркениеттердің ізі саналатын геоглифтер, яғни жер бетіне салынған құпия суреттер, әлемнің түкпір-түкпірінде кездеседі. Олардың көлемі мен түр әлпеті, салыну әдісі әрқилы. 2007 жылы Қазақ жерінде де құпияға толы геоглифтер бары анықталды. Бірнеше әдіспен салынған бұл суреттер еліміздің солтүстігінде Торғай даласында шоғырланған екен. Солардың ішінде Торғай свастикасы, Үштоғай шаршысы, Бестам шеңбері, Қоғай кресті, Ашутас кресті сынды бейнелер ауқымы жағынан ең үлкендері болып табылады. Бір қызығы, бұл суреттердің барлығын дерлік тек ұшар биіктен ғана көруге болады. Бүгінде ғалымдардың басын қатырған да геоглифтердің осы ерекшелігі. Жергілікті халық арасында бұл ғажап ерекшеліктерге қатысты еш дерек жоқ. Тіпті Торғай халқы аяқтарының астында жатқан геоглифтерді көрмеген. Олар жайлы еш ақпарат білмеген болып шықты. Бұның өзі бір тылсым. Торғай геоглифтерінің табылуы Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде көлемді түрде талқыға түсті. Қазіргі уақытта олардың барлығын дерлік ғалымдар жан-жақты зерттеп жатыр. Және маңызы жағынан Мысыр пирамидаларынан, британиялық Стоунхенджден, Колизейден еш кем емес болып отыр. Міне бауырлар, бүгіндікке осы. Тым ұзап кетті ме деп ойлаймын, бірақ ештеңе етпес. Ал енді күткендеріңіздей ойын, бірақ жалғастыру емес. Сұрақ қоямын. Көзіңізді ашқанда, өзіңізді қараңғы, елсіз жапан далада екеніңізді түсінсеңіз, қайтер едіңіз? Ең дұрыс, ең мықты жауап берген адам келесі видеоға шығады. Ал енді бүгіндікке сіздермен болған 99 каналы. Сау болыңыздар.